Жалпы тарихат деген не білесіздер ма? Бізде енді қазір ұғымда шариғат бар, одан кейін тарихат деген ұғым бар, иә. Одан кейін мәсхаб деген ұғым бар. Осылардың барлығы бір жол десек болады, яғни синоним сөздер. Барлығы жол деген мағынаны береді. Енді шариғат білесіздер, ақида, фиққа жауапты нәрсе. Ал тарихат деген ол тақуалыққа, рухани дамуға жауапты дүние. Енді тарихатқа тасатып жүргендер де бар. Ол дұрыс емес, ол бидағат деген сияқты. Сондай тасатып жүргендер имамдар Ибн Таймияның сөзін көтереміз. Ол кісі Пристон жоғарғы оқу орнында Әл-Мәсәлә Табризия деген қолжазбада ол сөз, сол кісінің мынандай сөзі келеді. Мен бірнеше тарихат шейхтерінен сопылық киім киіп, олардан рухани тәрбие алдым. Солардың ішінде ең ұлығы мен ұстазым Әбдул Қадыр Әл-Джайлани деген екен. Яғни Ибн Таймияның өзі де тарихатқа дұрыс көзқараспен қараған. Енді тағы да бір ұғым бар, тарихат десе тек қана Осман империясы еске түседі. Яғни сопылыққа жақын сол. Одан кейін қазақ тарихындағы қазақтар ғана еске түседі. Бірақ тарихатты барлық ұлттарға тиесілі десек болады. Мысалы, Қадырия тарихаты, Нақшбандия тарихаты, одан кейін Яссауи тарихат деген сияқты. Рафиғи тарихат деген бар. Рафия тарихат көбінесе осы арабтардың ортасында тараған тарихат десек те болады. Сол үшін тарихат бұл барлық исламға орта ұғым. Бірақ қазіргі таңда енді псевдософилардың тарихат деп жүргендеріне біз толыққанды келісе алмаймыз. Біздің айтып тұрған тарихат біздің алдымызда өмір сүріп кеткен ғалымдардың тарихаты. Яғни солардың жүріп өткен, сол әулиелердің салған жолы. Сол үшін тарихат деген кезде төбе шашымыз тік тұрып, оны жоққа шығару бұл қателік және надандық болып табылады.